Қайырлы кеш, ұстаздар. Қалдарыңыз қалай? Дауысым естіліп тұр ма, әріптестер? Қалай естіліп тұр? Жақсы, жақсы. Ержан ағай, саламатсыз ба? Дауысыңыз Саламатсыз. жақсы естіліп тұр. Қалыңыз жақсы ма? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, аман есен. Өте қуаныштымыз сіз осындай каналды ашып жатқаныңызға. Үлкен сізге үлкен рахмет. Рахмет. Ержан, Бізге қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз қалай? Өздеріңіз қалайсыздар? Молодец, мынандай канал ашқаныңызға өте қуаныштымыз. Өте қуаныштымын, қатысамын. Рахмет сізге. Сізге де рахмет. Жақсы, әріптестер, бастай берейік енді. Көп уақыттарыңызды алмаймын. Жалпы бұлай сіздердің алдыларыңызға эфирға шыққалы көп болыпты. Енді мені көбілеріңіз танисыздар, енді өзімді таныстырмай қояйын. Жалпы мен өзім осы мұғалімдік жолын 2015 жылы Тараз қаласында, ол кезде қазақ түрік лицейі еді, қазір білім инновация, сол мектептен бастаған. Сол ең алғаш сабақ берген кезімде мен көптеген қиындықтар болды. Қандай қиындықтар болды? Осы тақырыпты оқушыларға жеткізуден қиналдым. Мен өзім негізі Талдықорғанда қазақ түрік лицейін бітірдім, олимпиадчик болғам. Мен мұғалім болған кезде мен ойладым, бізге енді ол кезде мұғалімдер қалай түсіндірді, мен де барып мектепке солай түсіндірем деп ойладым. Сөйтіп, ең алғаш сабағым есімде, тақтаға шықтым, презентациямды аштым, ішінде есептер бар еді. Сөйтіп, оқушыларға тақырып түсіндірдім, есеп шығарып көрсете бердім. Бір кезде бір-екі есеп шығарған соң артыма қарасам, жарты класс ұйықтап жатыр. Ал бұл маған үлкен соққы болды. Одан қатты уайымдадым. Неге бұлай? Неге балалар есеп шығару қызық емес деп, мен бірінші оқушыларды кінәлаудан бастадым. Содан кейін ойлана келе, мүмкін кінә оқушыларда емес, мүмкін өзімнен шығар деп, сөйтіп басқа мұғалімдердің сабағына қатысып, одан кейін интернетте, енді ол кезде жасанды интеллект жоқ, ол кезде Google'дан іздейміз, интернетке шығып әртүрлі әдіс тәсілдер қарай бастадым. Сөйтіп бір рет Quizzes үйрендім, Сократив үйрендім. Ол кезде лицейде айпадтар болатын, білмеймін неге екен, ешқандай мұғалім қолданбайды. Ол жай ғана өзінің ящигі бар, сол жерде тұрады. Бір күн айттым, давайте мен бос тұрғанша мен қолданайын дедім да, как раз Quizzes үйреніп алдым, Сократив үйреніп алдым. Сөйтіп алдым да кабинетке алып келіп, өзім еще Wi-Fi роутер сатып алдым да, интернет таратып балаларға. Сөйтіп, ең алғаш сабақтар, ең алғаш енді бір тоқсан өткеннен кейін солай өте бастағанда байқадым, уже балалар оказывается қызығады екен. Сол кезде түсіндім, проблема менде емес, проблема оқушыларда емес, менде екен да, мен дұрыс жеткізе алмайды екен дедім. Одан кейін енді 2021-ге шейін солай уақыт өтті. Сол алғашқы мұғалім кезінде, сол әлі есімде, енді бойдақ кезінде, сол алғашқы бірінші жылы түнгі 1-ге шейін отырып сабаққа дайындалатым. Әр сабақтың презентациясын, есебін, одан жаңағыдай ақпарат, коммуникация технологиялар, жаңағы көз сияқты платформалар, соларды ашып, сұрақтар құрастырып, оның ішіне жүктеп, кәдімгі көп уақыт алады. Бір сабаққа дайындалғанда, сонда мен 3-4 сағат уақытым кететін. Сөйтіп, біраз материалдар жиналып қалды. Кейін уже 2021-де соңғы рет Қостанай білім инновация лицейіне сабақ бердім да, одан уже қанша 5 жыл болды. 2022-ден бері уже 4 жыл болды. Қазір тек қана осы мұғалімдерді оқытумен айналысып келе жатырмын. Енді кейін осы менторлық бастадым 2022 жылы Жаңаөзен қаласында, мұғалімдердің сабағына қатыстым. Одан кейін басқа өңірлерге де біз барып мастер-класс өткізіп, одан мұғалімдердің сабағына қарадық. Байқағаным, көп мұғалім тек қана мен кейде өз жас кезімді елестетіп кеттім де сол кісілерге қарап. Өйткені ол кісілердің сабағына қарайсың, енді ол кісілер комиссияға келді деп бізді қарайды, біз айтамыз, біз комиссия емес, біз көмектесу үшін келдік дейміз. Бірақ ол кісілер бәрібір дайындалады, оқушыларға алдын ала тапсырмасын беріп қояды, нетіп қояды. Бірақ бәрібір қарап отырасың да, арт жағында байқайсың. Енді ол кісілер көбісі жаңағыдай АКТ-ны интернеттен үйреніп алады, и бір сабақта мысалы 4-5 АКТ қолданады,
вроде күшті сияқты болады, бірақ балалардан сұраса не үйрендің десең, балалар былай айтсақ көп нәрсе білмей шығады да. Өте жақсы акт қолданған, бірақ оны да қолдану жолдары бар. Яғни тек қана бір сабақты, мен де өзім де басында сонда қателік жасағам. Бір сабақты тек қана квизбен ойната бердім. Бір кезде қарадым, уже балалардың даже квиз ойнайық десек уже қызығушылық жоқты. Оказывается, оны да ойнататын уақыттары и жаңағыдай кездер болады екен да. Жалпы айтқым келгені не? Яғни көп мұғалімдерде осындай проблеманы көрдім, өзімде де болды, сезіндім. Яғни айтады ғой, адам өзі сол бір проблемада болып сезінсе, ол басқалардың жағдайын өте жақсы түсінеді дейді да. Осыны сезінгеннен кейін мен негізі сол 2023-те ма шатасым Алматы облысына мастер-классқа барғам. Сол кезде бізге бір апай айтып еді, Ержан, өз телеграм канал ашсаң, әдіс тәсілдермен бізге бөліссең, біз и так басқалардың каналдарына ақылы тіркелеміз, бірақ өте сапасыз деп айтты да. Я апай, көрейік, уақытым болса жасаймын деді, сол болып қалып кетті. Содан кейін ол ойымда жүрді шынымен, бірақ енді кейде уақытта болмады. Одан кейін осы өткенде Нұрила апай бар ма екен мұнда? Сол кісі инстаграмнан жазды. Біз жаңағы әйел азаматы үйде жұмысымыз бар, иә, тамақ пісіреміз, балаларға қараймыз. Одан кейін сабаққа дайындалуға бізге мүлде уақытта энергия қалмайды дейді. Оны мен өзімнің жұбайымнан да білем. Мысалы, жұбайым енді декреттен енді шықты, бірақ жұмысқа бармаса да, мен сұраймын ғой, үйге кеш келген, не істедің десе, тамақ істедім, ананы істедім, мынаны істедім, и қарасаң бір күні өтіп кеткен. Хотя ол сабақ бермейді, нетпейді. Енді ойлап қарасам, мектептегі мұғалім, еще үйдегі жұмыстар бар. Қандай қиын да, шынымен сіздерге отырып сабаққа дайындалу. Сол себепті мұғалімдерге көмек болсын деп, мен ақыры бұрыннан ойлап жүрген идеям еді, осы идеяны іске асырайын деп өзім бел байладым. Мен бір жағынан мен үшін де бұл үлкен жауапкершілік, екінші жағынан сіздерге көмек болсын, яғни сіздердің уақыттарыңызды үнемдеп, энергияларыңызды үнемдеп, лучше сіз сол уақытыңызды спортқа арнаңыз, отбасыңызға арнаңыз, өзіңіздің қалаған жаңағы сүйікті хоббиларыңызға арнаңыз да. Енді біз қараймыз, мұғалімдер көбінесе шаршап жүреді, спортқа да уақыты жоқ, жеке өміріне де уақыты жоқ, отбасына да уақыты жоқ. Себебіне көбісі көп уақыты мектепте өтеді. Сол себепті енді мен сіздерге көмектесу мақсатын ең бірінші ниетім солай бастадым. Бастап көрдім, алғашқы сабақтар жасадым и өзім үшін де қатты ұнады. Себебі мен жас кезімде де елестетіп кеттім. Ең алғашқы сабақтар, мысалы 7-ші класстың алғашқы тақырыптары, 8-ші класстың алғашқы тақырыптар, байқасаңыздар андай теория да. Мен өзім енді олимпиадчик болғаннан ба, теорияны қатты ұнатпаймын, көп есеп шығарғанды ұнатамын да. Сол себепті алғашқы тақырыптар мен кейде тез өтіп кететін, түсіндіріп. И өзім де байқайтынмын, балаларға қызықсыз. И осы жолы қарап отырмын мына тақырыптарды, енді әртүрлі жаңағы дерек көздерінен қарап, сабақ жоспарын шығарған кезде өзім үшін қатты қызық болды. Мен сіздерге қазір көрсетсем қалай болған. Мен көп сөйлеп кеттім, сіздерге сразу көрсетейін, иә? Так, экраным көрініп тұр ма? Иә, көрініп тұр. Так, енді қараңыздар, мысалы, мен байқағаным көп мұғалімдерде де, менде де болды ол. Біз сабақты қалай бастаймыз? Кітапта не бар, соны айтып береміз, дұрыс па? Мысалы, мен енді Башарұлы 7-ші сынып кітабын аштық, ішінде не бар, өзіміз оқып алдық. Презентация болса өте жақсы, бірақ кейбір мектепте жаңа презентация көрсететін интерактив тақтада жоқ. Сіз мынаны айтасыз, түсіндіресіз, негізі жақсы мысалдар берген, бірақ әсіресе қазіргі балаларға жай ғана түсіндіріп өтіру өтпейді. Себебіне бұл альфа ұрпақ, бұлар тиктоктың балалары. Тиктокта видеолар қандай бізде? Максимум 1 минут, 2 минут. Қазір балалар 1 минутты да көре алмайды, байқаңыздаршы. Бір 15 секундқа шыдаса рахмет айтасың да. Яғни олардың назарын ұстап тұру өте қиын. Ал енді сіз мынаны тексті жағына айтып бердіңіз, оқып бердіңіз. Бірінші қалай бастайсыз? Сабақты қалай бастаймыз көбінесе? Оқушыларды сұраймыз, кім бар, кім жоқ. Үй тапсырмасы болса, үй тапсырмасын сұраймыз, одан кейін айтамыз, оқушылар, мысалы 6-шы бетті ашыңдар, бүгінгі тақырып, мысалы, физика, табиғат туралы ғылым.
Мында енді даже сұрақтар да жоқ басында, бірден физика туралы айтып кетемін. Физика гректің физис табиғат деген сөзінен алынған деп айтамыз. Бір кезде енді 15-20 минут айтамыз, мүмкін 30 минут айтамыз, одан кейін айтамыз, оқушылар астындағы сұрақтарға жауап берейік дейміз. И оқушылардан сұраймыз. Мұнда оқушылар мүмкін конспект жазамыз, осымен бітеді. Жалпы қарасаңыз, мынау қазір балаларға да мынандай түрлі түсті заманда қайта мында кітапта кішкене түрлі түсті фотолар қойған ғой. Бұрын кітапта бұндай да фото болмайтын да. Сөздер өте көп, термин өте қиын. Мына балаларға оқы десеңіз, қазір балалар кітап аз оқиды. Сондықтан мына сөздерді түсіндіру қиын. Енді осында бір сабақтың үлгісі бар, көбіміз қолданамыз. Енді екінші сабақтың үлгісін көрсетейін. Дәл осы сабақ мен енді бар білгенімді, сонымен қатар интернет, жасанды интеллект қолданып та барлығын қосып, ең соңында бір мынандай сабақ жоспары шықты. Қараңыз, сіз сыныпқа кіресіз. Мұнда даже мен бірінші мұғалімге мынандай нұсқаулық жаздым. Не үшін жаздым? Яғни сіз осыны оқып аласыз да, сабақта не істеу керек, қандай зат керек, алдын ала біліп отырасыз. Бірінші сабаққа дайындық. Сіз алдымен стакан аласыз, одан А4 қағаз аласыз, әр оқушыға жұмыс парағын шығарасыз. Енді әріптестер, егер Telegram каналға тіркелген әріптестерге айтайын, міндетті түрде сіздерде принтер болсын. Жұмысыңызда бола ма, үйіңізде бола ма, бірақ міндетті түрде болсын. Өйткені әр сабаққа жұмыс парағы болады. Жұмыс парағын орындату арқылы біз оқушыдан бірінші ынталандырамыз, екіншіден ойландырамыз, үшіншіден олар тақырыпты осы жұмыс парағы арқылы көбірек есінде қалады және де жақсы меңгереді. Себебі мен енді Инстаграмда да видео салғанда айтқам, Эдгар Дейлдің пирамидасы бар. Жай ғана оқыған, ол 10%-ы 2 аптадан кейін есте қалады, 10% есте қалады. Ал тыңдап және көрсе, ол 30% есте қалады. Ал бірақ оқушы өзі жасап, өзі бағалап, өзі шынында қалай айтсақ, түсіндірсе, ол 90% есте қалады. Сол себепті жұмыс парағын жасау себебінде оқушылардың есінде көбірек қалады. Мына БЖБ, ТЖБ кезінде сіз оқушылар тіпті айтады, апай, біз көшірмейміз, өзіміз жасаймыз. Себебіне, әр жұмыс парағын оқушы өзі жазса, онда оған БЖБ өте оңай болып қалады. Енді бірінші бүкіл сабақтар бізде хуктан басталады. Хук деген бұл негізі маркетингте қолданылады. Хук деген ілмек қазақша не істеу, назарын алып алу. Байқасаңыздар, Инстаграмда бүкіл видеолар бірінші не істейді, сіздің назарыңызды аударады. Бір әрекет жасайды, немесе бір нәрсе жарылады, бір нәрсе құлайды. Бұл адам назарын аудару. Дәл солай сабақта да бірінші назарын аударып алу маңызды. Бірақ біз назарды қалай аударамыз? Біз басқаша аударамыз. Әсіресе физиктер, бізге оқушылардың назарын аудару өте оңай. Себебіне бізде эксперименттер өте көп. Бірінші не істейсіз? Сіз сыныпқа келесіз, оқушыны түгендеген соң айтасыз. Оқушылар, мынау мысалы сіздерге көрсетейін. Мынау не бізде? Сіздерге көрініп тұр ма? Қараңыздар. Мынау не дейсіз? Оқушылар айтады, апай, стакан. Жарайды, қандай стакан? Айтады, қара түсті стакан. Ал енді оқушылар, мен қазір осы стаканға қазір су құямын дейсіз. Су құям. Су құйдым. Енді осы стаканның бетін қазір ақ қағазбен жабайын. Төңкерейін. Қалай ойлайсыңдар, не болады? Оқушылар айтады, көбісі енді айтады, апай, су төгіледі дейді. Айтамыз, жақсы төгілсін, бірақ не үшін төгіледі деп сұраймыз. Айтатын біреу енді күштің әсеріне әртүрлі жауаптар келеді. Көрдіңіздер, мына эксперимент көрсеткенде де жай ғана көрсету жеткіліксіз. Әрқашан сұрақтар сұрап отыру керек. Оқушылар жетелеп отыру керек, ойландыру керек. Ал енді оқушылар жақсы. Как раз бұл 7-ші сыныптың 2-ші тақырыбына да келеді. Бақылау, гипотеза дегендерді осы тәжірибемен жақсы түсіндіруге болады. Енді қараңыздар, оқушылар, су құйдым, ақ қағазды бетіне жаптым. Енді қазір төңкеріп көрейік. Шынымен де ол төгіле ме екен? Сіздерге жасап көрсетейін. Қараңыздар, төгілген жоқ. Уже төгіліп қалды. Басында төгілген жоқ, Енді сіздер де алдына жаңағыдай не етіп алыңыздар. Қалай айтсақ, үйден дайындалып аласыздар ғой. Біріншіден су көп құймау керек, екіншіден қағаз енді қатты үлкен болмау керек, жеңіл болу керек.
айтасыздар, не үшін құламады? Мысалы, оқушылар үшін бұл не болады? Сиқыр сияқты көрінеді да. Ауада не істеп тұр? Ауада тұр. Негізі төгілу керек еді деген сияқты. Қазір мен экранды қоя салайын. И сұрайсыздар, не үшін төгілмеді? Оқушылар әртүрлі ойын айтады. Бұл жерде ең маңыздысы, құрметті әріптестер, оқушылардың дұрыс жауап беруінде емес, ең маңыздысы балалардың кез келген жауап айтуында. Біз балаларды ойландыруымыз керек. Және де бір бала арасында дұрыс айтса, апай, бұл атмосфералық қысымның нәтижесінде десе, иә, дұрыс деп, сол жерде айтсаңыз болды, басқа балалар үшін ойланбай қалады. Не істейсіз? Бүкіл интриганы бітіріп тастайсыз. Сол себепті дұрыс айтқан оқушыларда өте жақсы ой, көрейік дейсіз, иә. Басқа балалар сендер не ойлайсыңдар деп өстіп талқылау керек. Яғни 4-5 баладан сұрап шығу керек. И осымен сіз бітіресіз. Мынаның жауабын айтпайсыз. Оқушылар сабақтың соңында не істейді? Осының жауабын біледі. Сол кезде олар сабақты не істеп отырады? Мұқият тыңдап отырады, яғни интрига болып тұрады да. Енді осы жерде сіз құндылықты айтып кетесіз да. Енді сіздерге айтып жатыр ғой, қазір адал азамат бағдарламасы бойынша құндылықты енгізу. Енді құндылықты енгізуде көп мұғалімдер түсінбей жатыр, қиналып жатыр. Енді мен өзімде сабаққа қатысқанда байқадым, мұғалімдер айтады, оқушылар бүгінгі сабақтың құндылығы, мысалы, еңбекқорлық, барлығымыз еңбекқор болуымыз керек деген сияқты айтып кетеді да. Бұл балаларға қызықсыз. Бұлай айтсаңыз, бұл өтпейді. Сіз мына эксперимент жасадық, енді осы жерде айтпайсыз. Оқушылар, қараңдаршы, мынау сиқыр сияқты көрінді, иә. Бірақ бұл сиқыр емес, оқушылар, бұның артында не тұр? Физикалық заңдылықта жатыр еді. Ал осы заңдылықты табу үшін бізге не керек, оқушылар? Талап керек, ізденімпаздық керек дейді. Ізденімпаз болған, талап еткен адам ғана не істейді? Нәтижеге, жеңіске жетеді, жетістікке жетеді. Кез келген салада, егер ізденімпаз болсаңдар, ізденсеңдер, сендер кейін өскенде кез келген салада жетістікке жетесіңдер. Сол себепті оқушылар, бүгін біз талаптанып, осы жұмбақтың жауабын табуға тырысамыз деп, өстіп құндылықты бір-екі сөйлеммен айтып кетесіз. Бұл не істейді? Оқушылардың ойында қалады. Себебіне бұл эксперимент жасалды, және сіз оны құндылықпен байлап жүріңіз. Одан кейін ары қарай кетеді. Енді сіз оқушыларға жұмыс парағын таратасыз, және де презентация ашасыз. Мына жерде енді нұсқаулық, презентация, қымыжы барлығы бір, қалай айтсам, бір сабақ жоспарымен жасалған. Сіз енді бірінші эксперимент көрсеттіңіз, одан кейін барып презентацияны слайдты көрсетесіз. Өйткені астында не тұр? Подсказка тұр да. Бұның артында көзбен көрінбейтін басқарып тұрған алып күш жатыр деп жағына айтып кетесіз. Одан кейін сабақтың мақсатын айтамыз. Қалай айтамыз? Оқушылар, бүгінгі сабақтың мақсаты деп жаңағы оқу мақсаты бар ғой бізде. Қандай еді оқу мақсаты? Физикалық құбылыстарға мысалдар келтіру деп айтпайсыздар. Ешқашан мына оқу мақсатын сіздер өстіп айтпаңыздар. Бұл оқушыларға біріншіден түсініксіз, екіншіден қызықтырмайды. Сіз не істейсіз? Оқушылар, бүгін біз айналамызда болып жатқан кез келген оқиғаның, қандай оқиға бар? Жаңбыр жауады, найзағай түседі, көлік жүреді. Жай ғана кездейсоқ емес, нақты бір заңдылыққа бағынатын, яғни физикалық құбылыс екенін ажыратып үйренетін боламыз деп өстіп айтып кетесіз. Одан кейін кетіп уже жаңа тақырып түсіндіресіз. Жаңа тақырыпты қалай түсіндіреміз? Бұл жерде де мысал көрсетсеңіз болады. Оқушылар, бізде жалпы екі құбылыс бар табиғатта. Енді бірнеше құбылыс бар, біз нақты екеуін қарастырайық қазір. Бірінші физикалық құбылыс, екінші химиялық құбылыс. Мысалы, қараңдар оқушылар, дейсіз, мысалы, ақ парақты аласыз. Бізде ақ парақ. Қазір осыны бумаждадым, иә? Немесе жырттым. Бұл сонда қандай болды? Бұл физикалық құбылыс болды. Яғни ол не істеді? Пішінін, күйін жай ғана өзгертті. Ал егер енді осы ақ қағазды аламда, қазір өртем деп, енді менде спичка жоқ, зажигалкамен жағып жүрсеңіз, ақ қағаз не істеді? Бірден күлге айналып кетеді. Бұл жерде не болды, оқушылар? Бұл ақ қағаз жаңа затқа айналды. Яғни бұл уже химиялық құбылыс деп. Яғни сізбен көзбен оқушыларға көрсеттіңіз, бұл естерінде ұзақ сақталады. Кейін быжы-быжы жазып отқанда естерінде физикалық құбылыс деген апай қағазды бетіп бумаждады, ал өрт деген ол химиялық құбылыс қой деп. Кейін барып енді жұмыс парағындағы жаңағы
бірінші тапсырманы ашыңдар дейді. Сіз әр оқушыға мынандай жұмыс парағын дайындап шығарып қойыңыз. Мен сіздерге дайындап қойдым. Мысалы, шығарасыз, әр оқушыны жеке бересіз, оқушылар қараңдар. Мысалы, бірінші тапсырма жалпы әрқашан мен 3 тапсырма құрастырып жатырмын. Біріншісі оңай, барлық оқушылар жасады, екіншісі орташа, көп оқушылар жасады, үшіншісі пиза тапсырмасы, бұл кейбір оқушылар жасай алады. Мысалы, үстел үстіне қағаз қиындыларын шашып қойыңдар дейсіз. Оқушылар осыны тапсырманы оқиды да жасайды. Кәдімгідей қағазды жаңағыдай бірнеше кішкентай бөлікке бөліп тастайды. Одан кейін пластик сызғыш немесе пластик ручка бар ғой, соны алады да жақындатады. Не байқадың? Оқушы өз жауабын жазады. Енді ол жерде еш нәрсе болмайды деп жазады. Одан кейін шашына үйкейді да қағазға жақындатады. Не істейді? Жабысады. Не өзгерді? Қалай түсіндіресің деп оқушыдан сұрайды. Оқушы өз жауабын жазады. Енді бұл жерде жаңа электрлік құбылыс екенін кейбіреу табады, кейбіреу енді жанама жауап беруі мүмкін. Яғни мына физикалық құбылысты сипаттап бергеннің өзіне оқушылар үшін үлкен жетістік болады. Өйткені ол түсініп жатыр не болып жатқанын. Ал енді сызғышта басқа затқа айналып кетті ма, немесе бұл құбылыс қандай түрге жатсырайдыңдар десе, оқушы бірден айтады: апай, бұл физикалық құбылыс, себебі бұл жаңа формасын ғана өзгертті, бірақ не істейді? Басқа затқа айналып кеткен жоқ, түрленіп кеткен жоқ деп өстіп дәлелдемесін жасады. Одан кейін енді оқушы өзі жазады, одан кейін екінші тапсырмаға көшесіздер. Сіздер осы кезде презентациядан да көрсетіп отырсаңыз болады. Мысалы, оқушы мұнда екінші тапсырмада не істеу керек? Қандай құбылыс екенін жазу керек. Дәлелін жазады, мұнда түрін жазады. Физикалық, жоқ, мұнда физикалық құбылыс барлығы солнечный механикалық, жылулық, электрлік жарық екен. Енді бұл балалар үшін қатты қиын емес деп ойлаймын. Енді дәлелін жазу қиын болуы мүмкін. Одан кейін үшінші тапсырма, бұл енді пизалық. Яғни бізде қазір байқасаңыздар, әдістемелік нұсқаулық хатты көбісінде функционалдық сауаттылық деп көп айтып жатыр. Себебі не? Мына пиза болсын, пирлс, тимс деген бүкіл халықаралық жаңағы қалай айтсақ, емтихандардың барлығы осы функционалдық сауаттылыққа негізделеді. Сол себепті де біз пиза дегенде не істейміз? Оқушыларды жинап аламыз да, пизаға бір ай қалды деп дайындық бастаймыз. Ол дұрыс емес. Сіз бір айда бүкіл мысалы 9-шы сынып оқушысын 7, 8, 9, 3 класты да 1-2 айда үйретіп шығамын деп ойлайсыз, ол қиын да. Пизаға ол кәдімгі сабақты дұрыстап өтсеңіз, бала итак пизаға дайын болады. Сол себепті мына пиза деген жалпы өйтіп пиза деп те айтпау керек. Бұл функционал сауаттылыққа байланысты, өмірмен байланысты есептер. Мысалы, бұл бәрі оқушылар біледі. Мысалы, қыста -20 градус Цельсияда не істейді? Көлікке отырады. Біраз уақыттан кейін терезелер ішінен буланып кетеді. Әкесі пешті қосады, ыстық ауа терезелерге бағыттады, 5 минуттан соң терезелер қайтадан мөп-мөлдір болады. Сұрайды оқушыдан: мысалы, адамдар отырған соң терезе неліктен буланып кетті? Қандай жылулық құбылыс орын алды? Бұл жерде адам дем алғанда бу шығарады, бу сәйкесінше не істейді? Жаңағы терезеге тиген кезде терезе суық қой, сәйкесінше ол конденсацияланады деп өстіп, енді оқушылар өз ойын жазуы мүмкін. Дұрыс жауабы мұнда сіздерде, енді кейбір есептер сіздер үшін де қиын болуы мүмкін, бірақ мұнда бағалау критерийлерінде бәрін жазып қойдым. Мысалы, күтілетін жауап қандай? Дұрыс жауап қандай? Дұрыс дегенде прям дұрыс емес, бұл оқушылардан осындай жауап келсе, бұл дұрыс деген сөз. Яғни мұнда бүкіл критерийлер жазылған. Мысалы, бағанағы жаңағы көрінбейтін күшті ояту деген жаңағы ручкамен экспериментінде жауаптары бар. Одан кейін мынау екінші тапсырмада жауаптар, барлық жауаптары бар. Кейін не істейсіз? Сіз үшінші тапсырманы орындатасыз, одан үй тапсырмасы. Енді қазір мұғалімдер арасында да өте үлкен проблема қандай? Сіз үй тапсырмасын бересіз, балалар жасанды интеллектпен шығарып келеді. Мысалы, көбінесе есеп береміз ғой біз. Есеп берген не істейді? Оны жасанды интеллектпен шығарады. Сіз оны жоқ, сен өзің шығарған жоқсың деп те дәлелдей алмайсың да. Сол себепті біз үй жұмысына көбінесе мынандай жобалық тапсырмалар берген дұрыс. Мысалы, мынандай тапсырма: кешке ас үйге кіріп, кем дегенде 3 түрлі физикалық құбылыс тауып тірке. Осылай оқушы жазады, және де соны сіз айтсаңыз болады. Видеоға түсірде, маған WhatsApp-тан жібер, или әлеуметтік желіге сал деген сияқты. Статусыңа салып қой деген сияқты. И байқайсыз, мысалы, бала дәптерімен жаңағы ас үйге кіреді, бір нәрсе жазып жүрген мамасы көреді, айтады: балам, не істеу үшін дейді. Маған физика
физика апай мынандай тапсырма беріп еді, бізге 3 түрлі физикалық құбылыс жаз деп еді дейді. Соны қазір асханадан жазып жүрмін, асханада жүріп жазып жүрмін дейді да. И не істеді, мамасы қуанады, мә бала мен физика оқи бастапты ғой, қызыға бастапты ғой деген сияқты. Яғни өстіп осындай көбірек тапсырмаларды бергенім дұрыс болады. Одан кейін жаңағы айттық, бағалау критерийлері дайын. Енді мынаны сіз былай 2 түрлі бағалауға болады. Сіз сабақ біткенде барлығын жинап аласыз, өзіңіз бағалайсыз, немесе екінші жол оқушыларға бағалатасыз. Сабақ мысалы 5-10 минут қалған кезде, ал оқушылар жанымыздағы досымызбен жауап барағын алмасайық дейсіз. Сіз так, бізде 10 минут қалды. Сіз не істейсіз? Так. Сіз не істейсіз? Оқушыларға тақтадан дұрыс жауаптарын, бағалау критерийлерін көрсетесіз де, дұрыс жауаптарын көрсетесіз. Оқушылар тез не істейді, бағалап шығады. Кейін мұнда балдарын жазады, кейін сіз бүкіл бағалау парағын жинап аласыз. Ең соңында рефлексия жазасыз. Рефлексияның әртүрлі әдіс тәсілдері бар, оны да мен жаңа нұсқаулықта жазып қойдым. Ең соңында не істейсіз? Именно осы сабақта бағана бірінші есіңізде болса, эксперимент жасадық қой, соның жауабын ең соңында айтасыз. Оқушылар, біз сабақ басында стакандағы суды төкпеген күшті іздедік дейді. Енді айтыңдаршы, төменнен жоғары қарай басып тұратын ауамен байланысты қандай күш бар, қандай қысым бар деген кезде көбісі атмосфералық деп, енді жаратылыстану оқыды, білуі мүмкін. Білмесе, сіз айтасыз, бұл атмосфералық қысым. Бұл біздің жан-жағымызды жаңағы айтсақ, жан-жағымызда тұрған ауадағы, яғни қысым, атмосфералық қысым деп айтсаңыз болады. Ол төменнен жоғары қарай қатты қысып тұр, сол себепті ол судың салмағынан да әлде қайда көп деп қорытындылайсыз. Және де құндылықпен де бітіріп кетсеңіз болады. Біз енді табиғатта ешқандай сиқыр жоқ, барлығының физикалық түсіндірмесі бар. Бүгін біз тәжірибе жасау арқылы, талаптану арқылы өздерінің нағыз зерттеуші ретінде көрсеттіңдер. Олар эксперимент жасады ғой, зерттеуші болды. Енді физика тек форма емес, ол біздің өміріміз деп өстіп сабағыңызды аяқтайсыз. Енді дәл осы сабақтың мынандай қымыжысы бар. Кез келген завуч, директор сабағыңызға кірсе, сіздің алдын ала распечат жасап қоясыз, завучқа қол қойдырып қоясыз, и көрсетесіз. Мысалы, мен өзім сабақтарға қатысып жүргенде нені байқадым? Мұғалімдер бізге өстіп қымыжын алып келеді ғой. Қымыжға қарап отырам, бірақ сабақ мүлдем басқа. Қымыжыда басқа нәрсе жазылған, сабақ мүлдем басқа. Сол жерде бірден білініп қояды. Мұғалім бұл қымыжыны біреуден алды, өзі түсінген жоқ жағын, и өз білгенмен сабақ өтіп жатыр екен, бірден білінеді. Сол себепті мына сабақ өткенде сіз бұл жерде сабағыңыз қалай болып жатыр, барлығы қымыжыда дәл солай түсіндірілген. Мұнда құндылыққа шейін мақсаты барлығы жазылған да. Одан назар аударту барлығы осы жерде жазылған. Мен ойымша бұл қымыжы жаңағы 472 бұйрыққа форматына сай жасалған, ешкім сізге әңгіме айта алмайды. Керісінше қызығып кететін болады. Енді бағанағы бірінші сабақпен салыстырыңыз. Мысалы, мына кітаптағы жай ғана ақпарат айтып бердіңіз, немесе осы жұмыс парағын тараттыңыз, және де оқушыларға көрсеттіңіз, сұрақ сұрадыңыз, эксперимент жасаттыңыз. Бір тақырып, бірақ 2 түрлі көрсету бар да. Енді мен ойымша екінші көрсеткен әлдеқайда қызығырақ. Бала біріншіден өзі жұмыс жасайды, екіншіден сіз көп сөйлемейсіз, тек қана сіз бағыттаушы боласыз, сұрақ сұрайсыз. Тіпті мына нұсқаулыққа мен қандай түрткі сұрақтар сұрау керек, оны да айтып қойдым. Жалпы әріптестер, енді осы телеграм каналда өстіп берсе әр сабаққа осындай қымыжы тапсырмасы болады. Одан кейін мысалы енді мен 7-ші класты әлі жасамадым. 8-ші сыныпта мынандай мысалы симуляторлар бар. Мысалы, мынау табиғаттағы және техникадағы жылу деген тақырыпқа арналған 3 түрлі мысалы симуляция. Мысалы, бриз көрсетеді, не үшін бриз жаңағы күндіз құрлықтан теңізге соғады, ал түнде теңізден құрлыққа соғатын, осы жерден бүйтіп көрсетсеңіз болады. Көрдіңіз, керісінше соғады. Дәл солай мысалы термос қалай жұмыс жасайды, не үшін суымайды, оның барлығы мысалы әр батырмаға бассаң түсіндіреді. Бұны енді тақырыппен байланысты түсіндіреді. Өстіп көрсетіп тұрып түсіндірсеңіз, ол баланың есінде әлдеқайда сақталады. Бұйырса осындай әр сабаққа осындай қымыжы, жұмыс парағы, презентация, одан кейін БЖБ, ТЖБ, жұмыс парағының бағалау критерийлер,
одан симуляторлар болады. Сол кезде әр сабағыңыз қызықты өтеді деп ойлаймын. Мысалы мен бағана мен қазір Түркістан қаласында мысалы курста жүрмін, қазір мұғалімдерге курс өтіп жатырмын. И бағана мысалы Канцтовар магазине бардым да, и қараймын, көп оқушылар мамаларымен, ата-аналарымен мектепке дайындалып жатыр. Әлі бізде 2 апта бар, бірақ қазірден бастап балалар жаңағыдай әртүрлі дәптерлер, ручкалар бәрін сатып алып жатыр. Да. И түрлеріне қарасам енді көбісі жаңағыдай бастауыштың балалары. И қараймын, көздерінде не бар? Андай білімге деген нұр бар да. Мектепке барам, жаңа нәрсе үйренемін деп. Сондай құштарлықпен жүр да. И мектепке келеді, сол кітаппен, сол іш пыстырарлық жаңағыдай тақтамен сабақ өтсеңіз, ол баланың нұры сөнеді. Өйткені не, ол тиктоктан қызық видео көреді да, мектепке келеді, мектепте мұғалім 40 минут бойы сөйлейді. Не қызық па? Мысалы қызық емес та. Ол сізге де қиын. Ойлаңызшы, 40 минут бойы тақтада тұрып сөйлеу сізге де қиын. Ал сіз былай өтсеңіз, сіз көп сөйлемейсіз, көрсетесіз, сұрақ қоясыз, оқушыларды жауап беруге ынталандырасыз да. Мен бұйыртса осылай пайдалы болады деп ойлаймын. Енді бізде мақсатымыз енді әр оқушының жүрегіне жетпей, оларға білім мен тәрбиені қоса беру. Осындай сабақтар арқылы мен ойымша тәрбиені де береміз, білімді де береміз. Және де шетелдік білім, қайтсақ, шетелдің білімінен осылай сабақ берсеңіз еш кем түспейсіз, керісінше артық болады. Мен өзім мысалы бірнеше шетелдерде болдым, курстарға қатыстым, байқадым, яғни олардан да бізден асып тұрған еш нәрсесі жоқ. Мынандай сабақ өтіп жатқан ол жақта мұғалімді де көргем жоқ. Сол себепті бұйыртса енді барлығымыз бірге жұмыла кірсек, біздің жастарымыз білімді нағыз ізденімпаз болады деп сенемін. Сұрақтарыңыз бар ма, әріптестер? Бізде 4-3 Бар, иә. минут. Аха. Мысалы 10-шы сыныптың физикасында тақырыптар біріктіріліп өтілмесе үлгермей қалатын жағдай болады да, сонда сіз телеграм каналға тақырыптарды алдын ала салып отырасыз ба, бізге керекті материалдарды? Мысалы қараңыздар, бізде 1-апта, мысалы қазір мен календарьда ашайын, қыркүйектің 1-аптасы мысалы қашан басталады? 2 аптадан кейін басталады. Мен сіздерге 2-3 күн бұрын, мысалы 28 тамыз алдын ала салып қоямын. 2-3 күн бұрын саламын, сіздер 28-29 қарайсыздар, кейін воскресенье күні бұйыртса, енді мен жоспарлап отырмын, уақытым болады деп, уақытым болса, сіздермен отырып тікелей эфирде осы сабақ жоспарын талдаймыз. Сіздерге сұрақтарыңыз болуы мүмкін, түсінбеген жерлеріңіз мүмкін, сол жерде талдап көрсетемін. Кейін уже понедельниктен бастап сабақтарыңыз жалғастыра бересіздер. Енді біреуде понедельник бастады, біреуде вторник, солай да. Келесі аптаның сабағы дәл солай жұма күні салынады. Суббота, воскресенье тікелей эфирде бірге талқылайтын боламыз. Яғни сабақтар алдын ала салынады. 1 жыл қалған кезде ағай 9 айға төлене ме? Қалай болады? Иә, 12 айға 9 айға төленеді, апа. 9 айлық сабақ болып жоспарланады, сіз, сонда? бір төлейсіз де бітті ғой, еш нәрсе уайымдамайсыз. 1 жыл бойы тек қана демалып шығасыз ғой, барлығы дайын. Сонда бір сынып 45 мың теңге ма? 1 жылы? Жоқ, 35 мың, негізі 45 мың ғой. Бірақ біз скидканы 1 жылға төлем жазса, 10 мың теңге скидка шығады, 35 мың деді. Сонда бір сынып 35 мың, иә? Мен кеш Иә, иә. кірдім да. Аха, 1 жыл. Бірнеше сынып алғандарға скидка бар ма? Енді оны жасай алмадық, өйткені біз енді барлықтарыңызды Telegram бот арқылы қосып жатырмыз да. Егер бірнеше сынып болатын болса, кішкене Telegram бот дұрыс жұмыс істемей қалады. Сол себепті тек қана 1 жылдық алғандар ғана скидка бар да. Бірнеше сынып алса, өкінішке орай ондай жасай алмадық. Саламатсыз ба, Ержан ағай, мен кешігіп кіріп едім. Осы 7-ші класстан 10-шы классқа дейін егер 1 жылдыққа толық алсақ қанша қаржы болады? Енді есептеңіз, 1 сыныпқа 1 жылдық 35 мың, егер 4 сынып болса 140 мың болады ғой. Жақсы. Ағай, сосын Демек ол қазір каспи 24 ай болып жатыр, үлгеріп қалыңыздар. Сонымен де ағай, ол безлимит тұра береді ғой, өшіп кетпейді ғой. Мысалы біз осыны 1 жыл бойына алсақ, ол келесі жылға да қолдана берсек, ол нәрселердің барлығы тұра береді ғой да ішінде. Жоқ, енді ол жерде бізде КМЖ жұмыс парақтары, сіздер оны скачать ете аласыз, распечатать жасайсыздар ғой. Ол сіздерде қала береді. Бірақ презентация, одан кейін басқа не бар, скачать етілмейтіндер, оларға енді доступ жабылады. Яғни келесі жылы тағы да подписка алсаңыз, бірақ сіздерге уже жеңілдік болады, өйткені сізде жартысы сізде бар. КМЖ жұмыс парақтары бар.
Сол үшін енді ол жағын енді ойластырып жатырмын мен бағана оны ойластырмаппыз. Бірақ мен сол деп ойлап келесі жылы алсаңыздар скидкасы. Аха. Мен қазір қайттан қосылыңыздар, мында уақыт бітіп жатыр, иә? Қазір сұрақтарыңызға жауап беремін.